Армысыздар. Ұлттық арнада айту оңай. Бүгінгі әңгіме жеңгелер, оның ішінде алтын жеңгелер туралы болмақ. Жеңгесі жақсы қандайда, қамқорлығы қалмайды. Келіп тұрса ашуың айналайын шырақ деп, басыңнан сипап алдайды. Я, ескіден жеткен есті жыр, жеңгенің мейірімділігін осылай әдіптеп, жақсылығын дәріптейді. Ал жеңгелер жайлы бүгінгі жыр қандай? Ерке бала бергенші. Анан қара. Қазақ қыз жігіттері үшін жеңгенің орны қашанда бөлек болған. Олар білмегенін жеңгесінен сұрап, өзге айта алмайтын құпия сырларын жеңгелеріне ашқан. Әттең апам естісе ғой сенің әніңді. Оны несіне жасырасың? Жалынам айтпаш ешкімге. Айтам, сен де менің түсімді айтып қойдың ғой. Біздің кейіпкеріміз Ақсәуле Қашқарбаевтар отбасына келін болып түскелі 20 жылдан асыпты. Бірақ бір қызығы ешбір қайнені қайынсіңлілерінің атын атамайды екен. Жеңгесі оларға ақ жігіт, алтын қыз, әппақ қыз, ерке қыз, ерке жігіт деп еркелетіп, ерекше есімдер қойған. Ерке бала? Қалай дедің? Ерке бала дедім. Бұрын қай еркен дейтін едің ғой? Қайнысының атын атауға болмайды. Мен саған жеңгемін ғой. Ақсәуле қайныларын еркелетіп қана қоймай, оларға жар болатын қыздарды өзі таңдапты. Ол қайынсіңлілеріне лайық жігіттерді де өзі деп тауыпты. Қазір жұбайы Жангелді екеуі екі ұл бір қыз тәрбиелеп отыр. Жеңгенің қазақ қоғамындағы бір атқаратын үлкен рөлі сол қайныларын мен қайынсіңлілерінің теңін табуына бір көмекші болу, себепкер болу еді ғой. Біздің ондай жеңгелер әлі күнге дейін арамызда бар екен. Біздің алғашқы кейіпкеріміз өзінің сол қайныларын да, қайынсіңлілерін де өзі үйлендірген және мақтанады. Әр қайсысына тура дәл келетін жақсы жарасымды жар тауып бердім деп. Сонау Мақтарал ауданынан келіп отыр, Жетісайдан. Қарсы алыңыздар, Ақсәуле Сүгірәлиева. Қай батыр? Нұрсұлтан. Нұрсұлтан, келін болып түскеніңізге қанша болды? Мен өзім отбасыма түскеніме қазір 20 жыл болды. 20 жыл болды. Қанша қайынсіңлілеріңіз бар? Мен өзі қызы көп елге түсіп отырмын, Құдайға шүкір. Оннан көп десем де жаңылыспайтын шығармын. Қайынсіңлілерім өте көп. Қайынсіңлілеріңіз өзі оннан көп пе? Қайныларым да. Бірнеше қайынсіңлілерім, бірнеше қайныларым өте көп. Олардың барлығына мен қамқоршы болып, аналарынан артық болып, жағдай жасап, және осы күнге дейін олардың аттарын атамауға тырысып, оларға мысалға... Қайненеңіз жоқ ау дей ме? Қайненем бар қолда. Бар ма? Құлағы онша естімей ме? Құлағы онша естімейді сәл-сәл ғана. Содан кейін ғой, анасынан да артық болып деп әңгімені айтып жібердіңіз. Енді анасы болғанда да енем деген маған онша ындай қылмайды, қайта мен соған бағыттап отырады енем. Осы қыздарға қамқор бол қайынсіңлілеріңе, және қайныларыңа қамқор бол дейді. Бірақ мен еш уақытта олардың атын айтпаған, және де әлі де айтпаймын. Мен үшін ерсі сияқты әрбір жеңге. Кім үйретті? Барған түскен кезде айтты ма? Негізінде менің анам шығар болған себепші. Қызға өте жақын келеді мен анам. Ешқайсының аттарын айтпайды. Қыздар келеді десе барын. Қандай ат қойдыңыз? Тыңдайшы. Мен қыздарға аппақ қыз, ең өзімнің сүйікті қайынсіңлім. Қолымда жүрді. Неге өзі әппақ па жоқ әлде қап-қара болған соң қойдың? Аппақ, өте аппақ. Одан кейін барып, ерке қыз деген ат қойдым. Алтын қыз деген ат қойдым. Сары қыз деген себебім өткен кішкене еді мен кейін кезде. Сол үшін оған сары қыз деген ат қойдым. Ақ жігіт, ерке бала деген сияқты қайныларыма ат қойып, осы күнге дейін аттарын атамаймын. Кейде бір ашуланғанда атын ата жіберетін? Ашулансам да, ешқандай уақытта мен олардың атын атамауға тырысамын. Неге айтамайсыз? Кей кезде айтуға болады ғой. Енді қазіргі түскен келіндер аттарын атап жатса, маған ерсі естіледі. Ерсі естіледі. Олар бір тәрбиесіз, келін секілді болып көрініп тұра ма сізге? Енді өзі ана жас келін болып, солардың аттарын атаған маған бір түрпідей естіліп тұрады. Енді сіз сол сіздің әулетте мекен, сіздің ауылда мекен солай болып кеткен шығар. Ал қоғамда жалпы, барлық қоғамда, сіз айтқан бұл баяғы қазақы салт дәстүрдің жұрнағы ғана қалды. Бәрі жеңгелер де айта береді атын, ол тіпті
сіз оны айтасыз, жаңағы қайын сіңлілерінің үлкендердің атын мысалға Аманжол аға сіздің қайнағаңыз ба, сіз айтасыз Аманжол аға дейсіз, немесе Аманхан аға дейсіз. Солай ғой ағасы? Жоқ, ондай бізде болмаған. Жоқ па? Бізде ондай болмаған. Қайнағаларды не деп айтасыз? Қайнағаларымызды өзімізді үлкен ағамыз, одан кейінгі үлкен қайнағамыз, одан кейінгі кішкене қайнағамыз деп осылай атаймыз. Жарай, жалпы ат атау енді дұрыс дейік. Ол атау енді басқаларды айтып отырған шығар. Ол неге біз де айтамыз, біз де оны қолдан келетін шаруаға қойын деп. Бірақ жеңгенің рөлі баяғыда жеңгетайлық бар еді қазақ қоғамында. Қазір ол жоқтың қасы. Менің естуімше, сіз әрбір қайын сіңліңізге өзіңіз таңдап жүріп, іздеп жүріп, қарап жүріп, анау бір аралас таныстардың ішінен ай мынаның баласы жақсау деп жүріп, сонымен жолықтырып, кезіктіріп, шаңырақ көтерткен, отау шығартқан екенсіз. Рас па? Өте рас. Менің үш қайын сіңлімде өзім мысалға күйеу балаларым барлығын көріп, өзіміздің отбасымызға лайықтау, осы араласып жатқан. Оны қалай лайықтау екенін қайдан білдіңіз? Лайықтау екенін біз күйеу балдарымызды көреміз, оларменен тіл табыса сөйлесеміз, бір-біріміздің мән-жайымызды сырласып бір-бірімізге айту арқылы біз өзіміздің отбасымызға лайықты деген сияқты күйеу балдарды тани білеміз. Тани білесіздер? Тани білем мен, Құдайға шүкір деп айтайын өзім. Қазір бәрі бақытты тұрып жатыр ма? Құдайға шүкір барлығы бақытты. Кей кезде қайын сіңлілеріңіз немесе қайныларыңыз айтпай ма? Сен таңдаған адам ғой, мына онша емес дегендей. Жоқ, мен қайын сіңлілерім ешқандай да реніш білдірмеген, қайныларым да реніш білдірмеген. Алдағы уақытта және бір қайнымды наурыздың 20-сы күні үйлендірсек деген жағдайымыз бар. Келінді қайдан? Тауып қойдыңыз ба? Келін дайын, ата-анасының алдына барып, сөйлесіп. Кім өзі таңдады ма, жоқ сіз тағы да сіз таңдадыңыз? Таңдағанда енді өзіміздің ауылдың қызы болғандықтан, жеңге осындай қыз бар, қалай ұнайды ма, осыны көрейік. Егер де болатындай жағдай болса, біз келін етіп алайық деп. Ұнамай қалатындар да болды ма? Енді ұнамағанда, енді біздің қайныларымызда өйтіп ұнамай қалатындай қыздармен араласындай қылады деп ойламаймын мен. Аманжол аға, сіз енді осы отбасылық мәселесін көптен бері зерттеп, талқылап жүрген азаматсыз ғой, ғалымсыз. Мына кісінің айтып отырғаны маған бір ертегі секілді болып көрінеді. Жағы жеңгесі айтып отыр ғой, өзім тауып бердім, өзіме сай болсын деп. Мен ойлаймын, бір жағынан осы жерде отырғандар да маған келсе шығар, ана қайын сіңлілерін тезірек кетсін деп неткен шығарсыз, асығып. Ондай да бар біздерде. Үйде жүрмесін. Үйде біреу қалып қойсалар ғой, ертең сосын сізбен бәсекеге түсіп, екінші енеңіз сияқты болып қазақта ондай да бар. Мен ана кешегі дәстүрлі күнде айтып жатқан жоқпын, қазіргі кезеңде айтып отырып қалса үйде бәле болады ғой деп па? Жоқ, ондай ой болған жоқ бізде. бәрін сіз ойлап, бәрін енді орынды жасаған сияқтысыз. Анан қараңыз, көрдің ба, ел не ойлайды? Жоқ, бізде ондай ой болған жоқ, бөтен ой болған жоқ. Біз қыздардың уақыты келгеннен кейін әрбір отбасы иесі болса, осылар жақсы биіктерге шыңға жетсе деген шын жүректен солардың бақытты болуын тілеп, және олар Құдайға шүкір міне алды 3 балалы болып жатыр, арты 1 балалы, ешқандай ондай өрес қылықтар болып жатқан. жатқан. Жақсы, оған келсем, белсен басында айтып кетіп еді. Жеңгетайлық та бар ғой, сол сіз сол қыздарға, өзіңіздің қайын сіңлілеріңізге болашақ күйеу тауып беріңіз. Олар сізге қандай сыйлық, қайда жасады сол үйдің адамдары? Ана арқылар. Бізде ондай сыйлықтар деген нәрсе жоқ. Қазақта енді сіз нағыз дәстүрді айтып отырсыз, қалай жағын сыйлық бермейді, қайда жасамайды олар? Бізде енді ризашылық болса барлығы болады деп, сол ризашылықпенен солар бақытты болып кетсе болды деген мақсатпен жүрген жайымыз бар. Айтып отырған сөзінің жаны бар. Біз бұл кісіні әрбір осы хабарға жеңгелерді іздеген кезде журналистер арқылы шықтық бұл кісіге. Сонда сол журналистер айтады, мына қайын сіңлілері тіпті жаңа айтып отырған анасынан да артайды, анасынан да жақсы көреді екен. Бір анасына айтпайтын нәрсені осы кісіге келіп айтады, осы кісімен ақылдасады, осы кісіні бір ерекше құрметтейді деді. Солай деп естідім ғой, солай ма? Солай, Құдайға шүкір. Иә, енеңіздің құлағы да кішкене естімеген дұрыс болған. Енеміздің құлағы слишком естімейді емес, енді естеді. Естейді, мына сөздерді естей ма? Естеді. Барған соң ұрыс естімейсіз ба дегенім ғой? Ешқандай да ұрыс болады деп ойламаймын. Өйткені енем деген түсінігі мол адам. Иә. Атың кім Батыр? Нұрсұлтан. Жасың нешеде дедің? 8-де. Қашан үйленесің? Бар ма саған, меніңше сен бар ғой, ертең өсесің, ер жетесің ғой. Ер жеткен соң амалсыздан үйленесің, үйленбесең қоймайды ғой сенің жаныңды. Сонда кім алып береді саған? Жеңгем. Неге жеңгең алып береді? Анаң бар ғой сенің. Жеңге алып беру керек па? Дұрыс, жеңгесімен сырласын, жеңгесі алып берсін. Міне осында жігіттер өсіп келе жатыр.
Аманхан аға, жеңгелер бар ма ауылда? Болғанда қандай. Бірақ азайып қалды. Азайып қалды ма? Өйткені мен өзім кәртейіп баратырым, жеңгелерім 3-4 қалды. Иә, олар мына хабарды көретін шығар. Көргенде қандай? Атыңызды атаушы ма еді? Әй, Аманхан. Жоқ. Неге? Мен осыдан 10-15 күн бұрын елде болдым. Иә. Асығыс барып асығыс кеттім. Сонда көкелерім бар. Полат деген көкем бар, Абдырзақ деген көкелерім бар. Жастары 80-нен асып кетті. Сонда үйлеріне бардым, Полат көкем үйіне бардым. Жеңгем былтырлары аздап ауырыңқырап жүрген. Біздің ауылда жеңге дейді, біз қысқартып жеше дей саламыз. Сонда мен жеше денсаулығыңыз қалай деп едім. Шырағау былтырға қарағанда түзеліп қалдым деді. Сосын әңгіме болды да, мен журналист болғаннан кейін күлдім. Қазір жешелерім азайып қалдыңыздар ғой дедім. Қазір жеше дейтін адам да қалмай баратыр. Қайныларын шырақ демейтіндер де азайып баратыр дедім. Ол рас деді. Қазір кейбір келіндердің қайныларының атын атап тұрғанда өзім ұялып отырам, Шырағау деді. Мына сонда мына қарындасыңыздың айтқан сөзінде жан болып тұр ғой, иә? Неге жан жоқ? Мен мысалы келінім дейін, өйткені мен сол өлкенің адамымын. Келінім өте дұрыс айтып отыр. Егер де ерке бала десе, ерке қыз десе, көрікті мау десе, жарасып тұрған жоқ па? Қандай әдемі? Яғни осы бір қазақтың кезіндегі бір әдемі салт еді, солай ма? Солай. Мен кейде біреулер айтады, заман басқа, заң басқа, уақыт басқа дейді. Ничего подобного. Ол ешқандай заманға, уақытқа бәле жаппау керек. Өзіңнің арыңа, адамгершілігіңе айтуың керек. Егер сен қазақ дәстүрін сыйласаң, өзіңнің кім екеніңді білсең, орындауыңа болады. Оны келеді заманнан көреді, телевизорден көреді. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейміз ғой. Бұл тозған салт дейді ғой елдің көбісі. Қателесесіз. Тозбаған. Бұл ешқандай тозбаған салт. Қайтаға біреуге қуаныш сыйлау, еркем десең бір қызды. Сен сырттан келдің, келін болып түстің, сол үйдің қызын еркем ау, суап келе қойшы. Еркем ау, магазинге, дүкенге барып келе қояйықшы десе, қандай әдемі, қандай жарасымды, қандай сұлу. Осыдан не ерсілік көресіздер? Бұл деген керемет дәстүр. Оны заманға жауып, уақытқа жауып бәлен, телевизорға жауып. Бұл керемет қасиет. Бұл мен басқа ұлттарда бар деп білмеймін. Мүмкін түркітектерде бар шығар. Бұл мына тарихшы білет. Мен бұл қасиетті керемет деп есептеймін. Ата-аналары кетіп қалады. Жеңгесі бастаңғы жасап, қайнысына несіне жігітпенен таныстырып жібереді, шай беріп. Қандай керемет. Көшеден таныстыру емес. Ол үйде, мысалы, қандай келінім, әдемі нәрсе. Біз мына келесі кейіпкерімізді шақырғанбыз. Сіз қайнылеріңізді ертіп келсеңіз деп. Сөйтсем, ол кісі енесін ертіп кепті. Не үшін енесін ертіп келді екен? Қарсы алайық. Ақмарал Есілбаева, енесі Батиха апаймен бірге келе жатыр. Үлкен басымды иіп, бір сәлем берейін, балам. Бақытты болыңыз. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Олай дейтін себебім, атын киелі атамсың. Атаңыздың аты бол, бейсен болған екен ғой. Атын атап көрдіңіз бе? Көргем жоқ. Көрген жоқсыз ба? Қайнылар мен қайынсіңлілердің ше? Қайным болды тете, ал енді қайынсыңның балаларындай болды. Келініңізді шақырғанбыз. Жеңге деген тақырыпқа. Сөйтсек, бұл кісі мен енем бармаса бармайым дейді. Не болып қалды сонша? Өйткені енем алтын адам, осы кісі мені тәрбиеледі, осындай мықты қылды, мықты келіншек қылды, ана қылды. Мен осы тіпті 50 жаспен 80 жасымызды бірге тойладық дейді. Рас па? Рас. Кассетамды беріп жіберіп өзім ғой. Оны қазір көрсетейік онда соны. Көрсетейік. Апаның кассетасын көрсетейік. Жеңгеммен мен мақтанам. Біздің отбасымыздың, Бейсеновтар отбасының бағы болды. Үлкені де, кішісі де жеңгемізбен ақылдасады, сырласамыз, пікірлесеміз, ақыл беріп бізге жөн сілтейді. Келін ененің топырағынан отбасының ұйытқысы болған Ақмарал қайнылары мен қайынсіңлілеріне аналарындай қамқор болып, барлығын аяқтан тұрғызған. Жара Амангелді екеуі отасқандарына биыл 30 жыл болыпты.
Бүгінгі таңда 2 қыз, 2 ұл өсіріп, 2 немере сүйіп отырған кейіпкеріміз енесінің ерекше ықыласына бөленген бақытты жан. Бұл жеңгемізде енді қандай жақсы қасиеті бар емес, қандай жаман қасиеті бар десең, бұл кісіде жаман қасиет айтатын жоқ бізде. Біздің қайындардың ішінде бұл Ақмарал жеңгемізді бізде Ақмарал деп айтпайды, Сармама деп айтады. Біздің қайындардың ішінде түгел Сармама болып кеткен. Ал, Сармама, сіз көріңізге 30 жыл болды дей ма? Болды. Менің білгенім, сіз солардың бәрін не қамқор болып, солай ма? Өз ініңіздей, өз сіңліңіздей қарады дейді. Рас па? Өтірікшінің куәсі қасында ғой. Рас па бұл? Рас. А? Бұл келінім 3 қыздан кейінгі ұлымның баласы әуе жолымен барып Оралскіден алып келдім. Ой, Құда ой. түсіп, со бара жатқанымда қуанып Аллаға сеніп бардым. Неге десең, қыз жібектің сіңілісі Яйықтың қызы болғасын. Сөйтті ғой. Сол ниетіне қарай балам өзімді бұлай қонақ қысатып, құрметтеп, балаларым түгел үйлендірді. Жаңағы 3-ші ұлым осы үйлендірді. Анау 5-ші қызым осы үйлендірді. Енді өз балаларын үйлендірді. Қалай үйлендірді? Той жасады, келгенде қабыл алды. Қазақтың кәдесін жасап, төсек орнын берді. Апарып тойына құрмет етті. Қызмет етті ғой, жақсы келім Мен болды. тыныш қанып отырдым. Рахат-ай десеңізші, бәрі солай болса ғой, шіркін-ай. Рахат. Енді мынаны қараңыз, мынау оңтүстікте бұрынғы салт дәстүр бар. Атын атамайды, сосын өздері табыстырып, жаңағындай жастарды үйлендіреді. Сіз қалай үйлендірдіңіз? Жоқ, өздері тапқан соң айналайын бақытты болыңдар деп барынша қызмет көрсетіп көмектестіңіз бе жай ғана? Мен енді мына Орал облысы Казталовка ауданынан болғаннан батыс жақ бізде енді сәлем салмайды, бізде жоқ. Сосын жерді жаңағыдай атта қоймайды. Кішкене біздер енді бұрын болған ғой кейін. Бұрында болған ғой енді. Бірақ мен деген мысалға Райка, Карка, Жүкетай дегенде айтам. Ана үйлендіруге байланысты өзіңіз тауып бердіңіз ба? Өзім негізінде 1-2 келінді өзім тауып бергем. Қалай? Осындай мына қыз осы пысық, жақсы деп 1-2 кіші қайныма алып бергенім рас. Олар көнді ме? Айтқанға көнетін жігіттер бар өзі? Қуанып тұрып алды, мен айтқанды алды. Әлі де жақсы бақытты балалары бар, қазір үлкейді оқытып жатыр. Жақсы. Ана қыздар да риза болды ма? Қыздар қазір деген мені деген қарсы алады, өте жақсы ризамын, сондай қарсы алады. Апсындарым менің тура сіңлілерімдей. Қайындарым да бәрі сондай стол жасап қуанып мені қарсы алады. Соған ризамын. Неге өйтіп нетеді? Енді бір кездегі бір кішкене еңбегімді бағалайтын шығар. Осы кісінің үйінде жаттық қой, студент болып келдік қой, жұмыс істедік қой, одан үйлендік қой, одан ұрады мына балаларым шығарды қой, сөйтіп бөлек шығарды ғой деп жаңағыдай үй болып кеткендеріне қуанатын шығар деп ойлаймын. Міне бізде осындай бір алтын жеңгелер бар. Неге алтын жеңгелер деймін? Мысалға сіздердің буын, Аманхан аға, Аманжол аға, сіздердің буында осы кезде осы қалаға келдіңіздер, қызметке тұрдыңыздар, ілініп. 1 бөлмелі, 2 бөлмелі пәтерде тұрдыңыздар. Алматыда өздеріңіз ғана тұрасыздар, ауылда ағайын туғандарыңыз бар. Мен сіз секілді азаматтарды, сіз секілді аға әпкелерімді айтып отырмын. Солар келеді қалаға, тұрады, 1 бөлмеге, 2 бөлмеге, 3 бөлмеге сығылысып, 10 адам, 15 адамнан тұрған замандар да болды. Соның бәріне шыдаған, соның бәрін көтерген, сол балалардың аяқтан тұрып кетуіне көмекші, себепші болған осындай алтын жеңгелер. Біздің келесі кейіпкеріміз де сондай алтын жеңгеміз. Ол кісі жайлы алдымен сюжет көрейік. Экранға қараңыздар. Ақмарал Балабекова қайнылары мен қайынсіңлерінің сүйікті жеңгесі. Өйткені ол күйеуінің 4 інісі мен 3 қарындасына еш уақытта қабақ шытпай пана болыпты. Студент кезінде ағасының үйінде тұрған Динара пейілі де, дастарханда кең жайдар жеңгесін ризашылықпен еске алады. 4 жыл бойы аптаның 6 күн оққанда 3 күнде сол Ақмарал сенің қасында, жеңгеміздің қасында баратынбыз. Өзім бір кішкентай ғана монтоварка сорып отырмын қасқаншы. Соны жүгіріп барса, Ақмарал сен ақ жеңеше дейтіміз біз ол кісіні. Ақ жеңеше бүгін манты түйек деп. Барағап, сол бір өзіміз қатарлы 7-8 студент бітірдік. Сол 7-8 студент
бір күнде баратынбыз да сол мантабаркмен бірақ қасқан тамақ жасаймыз, сол бәрімізге жететін. Ол дегеніміз сол осы жеңгеміздің берекелігі деп білемін. Үйінен қонақ үзілмейтін, дастарханы жиылмайтын Ақмаралды мереке сайын қайнылары мен қайынсіңлілері құттықтайды. Жеңгеміздің қайын жұртына деген ақ көңілін, кеңдігі мен қамқорлығын ешқашан ұмытпаймыз дейді олар. Енді анамдай болды десем артық айтқандық емес. Өйткені мен сабағымнан келейін, жұмысымнан келейін, қай уақытта болмасын жайдары мінезімен күліп қарсы алып, кез келген уақытта тамағын алдыма дайындап, қателескен жерлерім болса ақылымды айтып, бір жағынан сырлас жеңгем де болды. Міне осындай тағы бір алтын жеңгеміз Ақмарал, ол кісінің де аты жалпы өңкей. Бәріңіздің атыңыз ақтан басталады екен, Сол жақсы жеңгелер ақтан басталатын аттар болады екен. Ақмарал Балабекова, қайын сіңлісі Динара Мәкеевамен бірге. Айту оңайда қонақта қарсы аламыз. Келіңіздер. Не қыл деп атаймыз дедіңіздер? Ақ жеңеше. Неге ақ жеңеше? Енді Ақмарал болған соң? Көңілі де, пейілі де барлық жері ақ болған екен. Сіз оқушы кезіңізде ақ қолында тұрыпсыз, солай ма? Иә. Бастауыш сыныпта оқығанда осы жеңгемнің қолында оқыдым. Неге? Сол жаңағы енді әке-шешем басқа жақта жұмыспен жұмыс істеген екен, бастауышта осы кісінің қолында оқыдым. Сол кезден бастап маған тәрбиесі болды ғой. Енді ананың тәрбиесі бөлек, бірақ анандай болып мен қасымда жаңағы әрбір ісіме, сабағыма болсын, үйде жүріс-тұрысыма болсын, кемеме болсын, шай ішкен кезде үнемі ақылын айтып отыратын. Негізі кішкентай кезінен сырластық дейсің ғой? Иә, сырластық. Сіз жеңге болып келдіңіз, қайныларыңыз бар, қайынсіңлілеріңіз бар. Қалай болды? Енді ең алғаш үлкен әулетке келін болып түстім. Осы қалада тұрдық. Содан қайынсіңлілерім бәрі қолымда болды. Кең болсаң, кем болмайсың дегендей, қайынсіңлілерім бәрі өзім қолымда тұрып, 6 жылдан, 7 жылдан, 2 жыл, 3 жылдан тұрып кеткен қайныларым бар, қайынсіңлілерім бар. Барлығына сол өзім ашық қабағыммен, жаңағы мейірімділігіммен сыйдырған шығармын деп ойлаймын. Бәрі өздері қалжыңдасып, мен қайынсіңлілерім бәрі сырласып, өзіммен сөйтіп отыратынбыз. Үй үлкен үй ме еді? Үйімізде өте де үлкен емес, сол 3 бөлмелі болған. Сол 3 бөлмеде қайын-қайынсіңлілерімнің жаңағы қонақ үйімізге жатқызып қоятынбыз ғой. Бәрін сол үйде болатын, иә. Жеңеше, сіз бе әлгі 2 бөлмелі пәтерде тұрдық деген? Біз квартирде тұрғанбыз басында. 2 бөлмелі пәтерде? Иә, 2 бөлмелі. Сол кезде әлгі сыртқа шыға алмай тұрдым? Иә, мен енді жаспын ғой, ұялып қатар-қатар жатады енді қайындарым бар, оның достары бар ауылдан келген, тоже қайындарым ғой енді олар да. Сіздер түпкі бөлмедесіздер? Біз түпкі бөлмедеміз. Иә, залда жаңағыдай енді. Содан енді 5-6, 7, 10 шақты болып қалады енді. Бір бөлмеде? Иә, соны енді былай аттап өте алмайсың, жайлап тұрғызып, бүйтіп өтіп кетесің. Сондай уақыттар болған. Қазіргі келіндер, қазіргі жеңгелер, иә, енді мүмкін, енді мен білмейтін шығармын, бірақ сіздердей адамдар дәл қазір өте аз секілді болып көрінеді маған. Бес саусақтың бәрі бірдей. Жеңге дейтін қандай болу керек сонда? Жеңге деген барлығына ортақ болу керек деймін. Барлық нәрсеге дайын болу керек. Бәріне дайын болу керек. Қайын-сіңлілеріміз сыйласып, сырласып, білгендерін айтып, солармен жақсы қарым-қатынаста болу керек деп ойлаймын. Болу керек. Аманжол ағам бәріне күдікпен қарап отыр. Неге күдікпен қарап отырсыз аға? Жоқ, осы біз бәрі өмірмен байланысты болу керек қой. Бейсен жаңа жақсы айтып отыр. Неге осындай біздің дәстүр қазір азайып бара жатыр? Мен ойлаймын, оның азайып бара заманға да байланысты. Екінші сол заманмен байланысты. Неге мынандай осындай жақсы біздің ата-бабадан келе жатырған дәстүр азайып келе жатыр? Мен былай ойлаймын. Баяғыда 5 баласы болсын, 6 баласы болсын, иә? Міне тұңғыш үйленді. Міндетті түрде 1-2 жыл үйінде тұрады. Еншісін береді, шығады, келесі. Ал қазір міне 6 баласы бар. Ол Шымкент болсын, Павлодар болсын, бір баласы енді үлкен ауылдағы баласы үйленді, қолында ұстап отыр. Келін бүкіл дәстүрдің бәрін көріп жатыр. Ал оның екінші немесе үшінші баласы Алматыда оқыды, осы жерден үйленді. Ол анандай ата енесінің мынандай алтын жеңгелерінің апқаткысын көрген жоқ, өткен жоқ. Көп осыдан, қиындықтың көбісі осыдан шығып жатыр дейсіз ғой, міндетті түрде. Ауылдағы нелер, или осында қалада тұрса, дәстүрлі міне біздің қарым-қатынас, олар үйрететін еді. Қазір ондай емес, біреулердің жалғыз баласын келіндері әке-шешесіне алып кетіп жатыр. Міне, осындай да бар.
осының бәрін жаңа біздер қарауымыз керек, оның бәрі ондай емес. Келесі мен ой тастайын деп едім, мына жеңге, біз мына жеңгенің мына міндетін басқа нелерін айтып отырмыз. Кейбір жаңа сіз айтқандай көп отбасының үйге түсті келін. Ол ана қайынсіңлілеріне, қайныларына жеңге. Оның кейбірақта оның да жағдайы қиын болады. Ана үйде тапшылық. Кешегі 80 жылдың екінші жартысы, 90 жылдар, ол жеңге сана нелері ата енесіне, қайныларына бәрін шайын қойып беріп жатыр, бәрін жасап жатыр, алла тамақтарын жеп кетіп жатыр жақсылап. Ана жеңге мысалы, ол екіқабат. Ол дұрыс тамақта жей алмайды, дұрыс өзіне де нет алмайды. Ондайда бір келесі бір передача осында біз нетіміз керек. Мәриямнан сұрағым кеп тұр да, Мәриямнан сұрағым кеп тұр. Мәриям, сен өзің біреуге жеңгесің, біреуге қайынсіңлісің. Жеңге болған қандай, қайынсіңлі болған қандай? Тыңдап көрсең, шынымен де ат қойып, ерке бала, сарғыз деп ат қойған өте әдемі естіледі екен. Бірақ осы уақытқа дейін мен бұны естіген жоқпын. Естіген жоқсың? Иә, мен де батыстамын, мен оны естіген жоқпын, білген жоқпын. Сондықтан да ешқандай ат қойған жоқпын. Құлағына бір түрпідей тиіп тұрған жоқ па? Жоқ, өте әдемі естіліп тұр деп тұрмын. Соған қарамастан ешқандай бір орысшаланып қалдық деп мінез көрсеткен жоқпыз. Керісінше сырласып, қайынсіңліммен де, қайынініммен де бірге сырласып, жаңа құпияларын айтып отырады, сағынып бір-бірімізді не істеп отырамыз сөйтіп. Атта тұрған ештеңе жоқ дейсіз ғой? Атта тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын, бірақ та осындай бағдарлама көрсеткендеріңіз өте дұрыс деп ойлаймын. Себебі кейбір жастар жаңағы мен ат қойғым келмейді деп қоймайды, естімегендіктен, білмегендіктен қояды. Сосын жаңағы айтып отырғандарыңыз дұрыс. Көбі жастар қазір оқу дейді, карьера дейді, кетіп қалады үйінен. Бұрынғыдай үлкен адамның қасында отырып, соның ақылын тыңдауға уақыттары жоқ па, әлде енді уақыттар жоқ болғандықтан сол көп салт дәстүрлер ұмытылып бара жатыр деп ойлаймын. Мәриям, тағы бір нәрсе сұрағым келеді, иә? Сен енді Қара шаңырақ сериалында, иә, сол үш абысының бірі болып ойнадың ғой. Енді сол кезде сол енді көп нәрселер енді сол бір қазіргі заманның жағдайы жақсы көрсетілген сол фильмде. Мына нәрседе ол фильмнен басқа жағдай. Бізде қазіргі адамдардың психологиясы, өзің секілді қыз келіншектердің психологиясы. Көбісінің, бәрінікі бірдей демеймін. Мына үш жеңгемнің де бір ерекшелігі, бұлар барған жерінде, барған қайнысын да, қайынсіңлісін де өздерінің бауырындай жақын тартып, оларға қамқор болып, солардың жағдайын жасап, соларға көмектесіп, сол жердің адамы болып кеткен. Ал қазір бізде көбіне күйеуге шыққан қыздар, олар бәрібір менің күйеуімнің бауыры, менің күйеуімнің қарындасы, менің мына жақта өз бауырларым, өз сіңлілерім бар дегендей бір бөлініп тұратындай, сіңбейтіндей болып көрініп тұрады. Енді мен өзім негізі өйтіп бөлмеймін ешқашанда. Себебі үйден шыққанда ата-анамыз әрдайым айтып отыратын. Үлкендерді, кішілерді сыйлау керек, кішілерге көмектесу керек деп мысалы. Бірақ осындай проблемаларды естіп жүрмін, көріп те жүрмін. Бар. Осының бәрі кішкене бір ерсі көрінетін сияқты. Жаңағы сен неге өзіңнің ініңе көмектесесің, неге оның оқуын төлейсің, неге өз жанұяңды ойламайсың, неге өз балаңды ойламайсың, одан да бір жақсы қымбат садикке берейік, мысалы, сөйтіп өз жағына тартады. Мысалы, ақша жағынан болсын, қаражат жағынан болсын, жұрып жаңа өзінің туысқандарына берген жақсы көреді, мысалы, ондай проблемаларды көріп жүрмін. Ол дұрыс емес деп ойлаймын, ерсі көрінеді шын. Қазақта әдемі сөздер бар. Қыз жат жұрттық деген. Қыздың мақсаты кету, жолдың мақсаты жету деген. Сондықтан қыз ертең келін болып түседі деген қыз жас кезден өзінің кететінін білу керек. Кететінін біліп, өзге жерге қосылатынын біліп, оны солай тәрбиелеу керек қой. Сөйтіп келіп, сол қыз анау үйге келін болып түскеннен кейін, мен сол үйдің адамымын деу керек. Сол менің жұртым деу керек. Менің жұртым, менің ағайыным, туғаным, мен анау ағайыннан кеттім. Мен осы, ол өмірдің заңдылығы. Жолдың мақсаты жету, қыздың мақсаты кету деген, болмаса қыз жат жұрттық деген. Сондықтан мен кейде жаңағы өздеріңіз айтып отқан, мына өзінің күйеуінің ағайындарын қақпайлау деген нәрсенің барлығы ол тәрбиесіздіктен, іштегі сосын иманның жоқтығынан.
Сондықтан қазір біз жастар біреуден көрмеуіміз керек, бәленің бәрін өзімізден көруіміз керек. Баяғыда Қалекен Қалтай Мұхамеджанов марқұм айтатын, анау менен неге озып кетті деме, мен неден содан қалып қойдым деп айт дейтін. Менің бір жеңгем бар. Біз жаңа келген қайнысыңысын айтып жатырмыз. Қайнағасын қалай сыйлайды дегендер. Қалай сыйлайды? Жеңгем мен өзінің қайнағасын Смирна қайнаға дейді. Айтпайды атын. Смирна ол кісі денелі, кеудесін алғыстап жүреді. Ана келіннің тапқырлығы, атын айтпау керек қой. Сосын айтады Смирна қайнаға дейді. Ана кісі мәз болады. Менің келінім қандай ат тауып қойды маған деп. Міне келін деген сондай. Смирна қайнаға Серікбол Сайлаубек жеңгелер деген әнді қазір орындап, жеңгелердің көңілін тауып жүр. Бір арнайы бір жеңгелеріңе риза болып шығарған ән бе? Айтып жүрген ән бе? Жоқ. Ғаламторда бейнебаяны тұр. Сөзге көптеген жаңағы нелерін сұрақтарын қойып жатады, жаңағы өздерінің ойларын жазып жатады. Ғаламторға Серікбол, неге сен жеңгеңе ғашықсың ба? Бұл қалай ят емес па? Бұның қалай деп. Оны дұрыс жағынан түсіну керек. Бұл жерде сөзге мағына беру керек, әннің сөзіне. Мысалы, ән басталғанда ең сұлу, әлем кезіп іздегенім сен сұлу деп қызға айтылып жатады. Барасың ба сен бірге, менің туған өлкеме деп қызға айтып жатырмын мен. Ал екінші куплетінде ой жеңге, құда болу қамын ойлап қой жөнге. Жеңгеме айтып жатырмын да, мына жақта Алла қаласа келін алып келемін, соны құда болу жағын бәріне ойлап қойды. Қызым, саған айтам, жеңге сен де тыңда деген ән екен ғой. Екі жаққа да айтып жатыр. Өз жеңгелерің туралы айтшы. Жеңгелерім бәрі алтын. Еркелетеді. Серікбол демейді. Көбісі жаңағы Секебай дейді. Секентай дейді. Шындығында мына отырған келіншектер болсын, кімде болса өз жөндерінде көп ашық ештеңе айта алмайды. Оның барлығын біз айтпай-ақты біліп отырамыз. Бірақ әрине кейбір жерлерде көбінесе қазір ауыл дейміз, ауылдың да қазір қалаға айналып баратқанын білеміз. Дегенмен кейбір отбасыларында осындай келіндер бар. Ол енесіне де байланысты. Кейбір жағдайда ол күйеу балаға байланысты. Елге барғанда, бара жатқанда ауылды, жерді сағынасың. Содан кейін жеңгелерді сағынатын ек. Еркелетіп арқамыздан бір қаққанын, осы жолда сол жеңгем сөйтер ме екен деп барамыз. Мен енді қазір кімнің не қойды тыңдағысы келетінін білмеймін, бірақ жеңгелеріме арнап мен бір өлең айтып жіберейін деп тұрмын. Айтып жіберіңіз. Ойдап салдым жалығымды, тепсеңе жерге жеңешай, сізде адамы табылмас, ексем жерге жеңешай. Жеңешай, мінезіңі сіздің өзге шай. Ой, бүйтіп ән айтсаңыз, жеңгелер риза болмай қайтеді. Екінші біздің қазақ жеңгелеріміз ат қойғанды мәстір, оқымай мәстір. Менің бір ағайым пенсияға шыққансыз завгор болды. Соны жігітте жеңгелері завгор бала дейді. Келіндері завгор аға дейді. Ал менің жаңа сіз айтып 4-5 жеңгем қалды. Менің де 5-6 жеңгем қалды ауылда. Барсам әй бейбінің күйеуі дейді мені. Төлеген деп атымды атамайды. Содан кейін келіндер айтады, Апталапшық аға келді. Апталапшық аға келді дейді. Сонда істеген жұмысыңыз солай. Мына қыздарыңыз отыр ғой осында? Отыр. Иә. Бәрі де менің қыздарым ғой. Солар ертең келін болады, келін болғасын біреулерге жеңге болады. Соларға қандай ақыл айтар едіңіз? Сабырлы болып, кең болсын, бейілі, тарылмасын, үйге келдіке қонақтыққа есігін ашып төрін берсін, қарағырда болса дастархан жайып шайын берсін, келген қонақ риза болып қайтады. Соған бейімде болсын деп тілеймін. Рахмет, Құдай қуат берсін, сол балалардың қызығын көріп аман есен жүре беріңіз. Мына біздің бүгінгі хабарымызға келген алтын жеңгелерге де алғыс айтамыз. Мына Серікбол қайныларыңыз осындай жеңгелер көп болсын деп, сіздерге дастархандарыңыз мол болсын деп, сонау Сарасықтан барып бір самауырын алып кепті.
8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтай отырып, сіздерді осындай сыйлығымызды дайындадық. Баршаларыңызға рахмет, жеңгелеріміз аман болсын, келесі керемет әсем әнімізді барша алтын жеңгелеріміздің құрметіне тарту етейік. Сағынышқа торшығу, жолығу, жөн білетін жеңгелерге жағыну, сен қалаған арман ойдан табылу. Барасың ба сен бірге, менің туған өлкеме. Арман тізілет, нұр ойнаған жүзіңе, қараймын да таң қаламын, қарындасым пай. Тағы да шуағына шағыла, жүрегімнің қоймайсың ғой сағынбасын, ай. Ой жеңге, құтта болу қамын ойлап қой жеңге. Таусылмасын той жеңге, ең сұлу, қара көзім қарағаны ең сұлу, сен қалаған арман ойдан табылу. Барасың ба сен бірге, менің туған өлкеме. Арман тізілет, нұр ойнаған жүзіңе, қараймын да таң қаламын, қарындасым пай. Тағы да шуағына шағыла, жүрегімнің қоймайсың ғой сағынбасын, ай. Барасың ба сен бірге, менің туған өлкеме. Арман тізілет, нұр ойнаған жүзіңе, қараймын да таң қаламын, қарындасым пай. Тағы да шуағына шағыла, жүрегімнің қоймайсың ғой сағынбасын, ай. Арман тізілет, нұр ойнаған жүзіңе, қараймын да таң қаламын, қарындасым пай. Тағы да шуағына шағыла, жүрегімнің қоймайсың ғой сағынбасын, ай. Әкем кетсе жездем бар, шешем кетсе жеңгем бар. Жақсы жеңгем жүргенде бұл дүние болмас тар деген екен ата бабаларымыз. Жайсаң жандар, асыл жеңгелер аман болсын. Жалпы жеңгелердің бәрі алтын болсын. Айтуға оңай, аман сау болыңыздар.